Ақсақ құлан. Нөкерлерімен аң аулауға шыққан жошы хан құланның үйіріне тап келеді. Садағын кезеніп құланды шетінен сұлата береді. Жошының аты жүйрік екен, одан аң қашып құтылмапты. Жошы үйірді қырып таусуға айналады. Осы кезде үйірден бір ақсақ құлан бөлініп шығып, аңшыға қарсы шаба жөнеледі. Жошы сасып қалады. Жебесін атса тигізе алмайды. Құлан көзді ашып жұмғанша аңшының атымен бетпе-бет келіп, төсімен ұрып құлатады. Жошы омақаса құлап, тіл тартпай кетеді. Астындағы аты да аузынан қан кетіп, жан тапсырады. Бір қызығы, ақсақ құлан еш жараланбапты. Ол ақсаңдап, үйірдің соңынан шаба жөнеліпті. Жошының нөкерлері ханның өлгенін көріп қайғырады. Әкесіне қазасын қалай естіртетін білмей, қатты қиналыпты. Сонда нөкердің арасында Кет бұғы деген жас жігіт амал табады. Қайыңды шауып, одан домбыра жасап, Шыңғыс ханның алдына барады. Хан ұлының қазасын сезсе де сыр бермей отыр екен. Қайғысы өзегін өртеп, өшін кімнен аларын білмей. Кімде-кім ұлымның қазасын естіртсе, көмейіне қорғасын құямын деп жаһанға жар салыпты. Кет бұғы ханның алдында зерлеп отырып домбырасын шертеді. Домбыраның көмейіне мұңлы әуен шығып, оқиғаны баяндай жөнеледі. Сарыарқада қаннен қаперсіз еркін жайылып жүрген құланның үйірін суреттейді. Одан соң жолында кездескен аңды қырып келе жатқан жошының айбынды бейнесін сомдайды. Бір кезде оның құлан үйіріне кездесіп, оны қуалаған сәтін сипаттайды. Кенет ақсақ құланның қарсы шауып, жошының мертіккен жеріне келгенде, ақсақ құлан шошыған, қырда еркін жосыған, тынышын бұзып құланның, оқ атқан сіздің ұлыңыз опат болды осыдан, деп домбыра адамша зарлап қоя береді. Оның үні ханның жүрегіне ине сұғып алғандай әсер етеді. Ол қолын көтеріп, тоқтат өшірінін, мынаның көмейіне қорғасын қойыңдар, деп бұйырады. Кет бұғы, дат тақсыр, дейді. Датың болса айт, дейді хан. Хан ием, сөйлеген мен емес, домбырам еді, дейді Кет бұғы. Ендеше домбыраңның көмейіне қойыңдар, деп әмір етеді. Жендеттері домбыраны алып, көмейіне ыстық қорғасын құяды. Содан бастап домбыраның шанағы тесік болып қалыпты. Хан Кет бұғының шеберлігіне риза болып, оған зор құрмет көрсетеді. Осылайша ел арасында ақсақ құлан деген күй пайда болады.